Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кішкентай ғана ши бауырсақтар жасайтын боламыз. Өте қарапайым қазақи ши бауырсақтар, сүтсіз, айрансыз және де жұмыртқасыз жасалатын өте қарапайым рецепт. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында егер де менің рецептім ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, астына комментарий жазып қойсаңыздар, өте қуанышты боламын. Енді біз бұл бауырсақтың қамырын илейміз. Қамырын илеу үшін жылы су, тұз, қант және де тоң май қажет болады бізге. Бұл бауырсақтың ерекшелігі, құрамына да тоң май қосамыз. Тоң май біздің бауырсақтарымыздың балғындығын көпке дейін сақтап тұрады. Сондықтан да біз бүгін тоң маймен істейтін боламыз. Барлығын бірге араластырып, енді ұн аламыз. Ұнымыз бізде 500 грамм електен өткізілген. Енді ұнның ортасын үстіп ашып, ішіне жарты ас қасық содамызды қосып және де араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне дайын болған суымыз бен майымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырды тым қатты емес және де тым жұмсақ емес қылып илеу керек. 500 грамм ұнға менде барлығы кеткен 230 грамм су. Егер де сіздерге ол су аз болып жатса, тағы да кішкене қоссаңыздар болады. Барлығын астына описанияға жазып қоямын. Мөлшерін, майдың мөлшерін барлығын жазып қоямын. Содан қарап істесеңіздер болады. Қамырды илеп болғаннан кейін салафанға салып 20-30 минутқа қоя тұрамыз. Міне менің қамырым 30 минуттай тұрды. Енді қамырды алып екі бөлікке бөлеміз. Екінші бөлігін дөңгелетіп салафанға салып қоямыз. Кеуіп қалмас үшін бірінші бөлігімен жұмыс жасап аламыз. Кішкентай ши бауырсақтардың барлығын турап бірінші бөлігімен жасап аламыз. Домалатқаннан кейін осылай 4-5 бөлікке бөлеміз. Қамырым өте әдемі болып шықты, жұмсақ болып. Енді достар, осылай қолмен дөңгелетіп, шиыршықтап отырып, кәдімгі ламанға илеген қамыр тәрізді істеп, осындай ұзынша сопақша етіп, барлығын бөліп созып шығамыз. Бір рет осылай созып шығамыз. Егер де қалыңдығы сіздерге көптеу болса, тағы да екінші ретте осылай домалатып, шиыршықтап отырып, жұқартып алсаңыздар болады. Кәдімгі ламанға илеген қамыр тәрізді шиыршықтап отырып, осылай ұзынша етіп істеп аласыздар. Міне мен осылай барлығын жұқартып істеп алдым. Ендігі кезекте турайтын боламыз. Дайын болған қамырды осылай қолмен шиыршықтап отырып турасаңыздар, көлемі өте әдемі болып шығады, домалақ болып, кішкентай болып шығады. Осылай бір жақ қолыңызбен турап отырып, бір жақ қолыңызбен шиыршықтап отырсаңыздар, біздің ши бауырсақтарымыз әдемі болып шығады. Барлығын осындай әдіспен турап шығамыз. Бұл ши бауырсақтарды ұзынша етіп те турасаңыздар болады. Бірақ осы қамырды одан сайын жұқартыңыздар, сонда әдемі ұзын ши бауырсақтар шығады. Мен барлығын осылай домалақ істедім. Осындай дөңгелетіп, әдемілеп барлығын турап аласыздар. Енді екінші бөлігін де осылай барлығын 4-5 бөлікке бөліп, домалатып, ұзынша етіп, тағы да осылай шиыршықтап отырып, барлығын турап алдым. Міне мен достар, осындай көлем шықты. Өте көп, өте ұсақ, әдемі болып шықты. Егер де сіздерге бұдан да ұсақ ұнаса, ұсақ істесеңіздер, біздің бауырсақтарымыз одан да көп шығады. Жасап көріңіздер. Енді ыдысымызды алып, бірінші сұйық май құямыз, үстіне тоң май қосып, майымыз қызғаннан кейін осылай бауырсақтарымызды біртіндеп бөліп, қатты қызып тұрған майға пісіреміз және де осылай кәкпірімізбен жақсылап араластырып отырып пісіреміз. Сонда біз қызып тұрған майға салсаңыздар, бауырсағымыз өте әдемі болып шығады және де май сормайтын болады. Егер де майларыңыз басылып қалса, кішкене қыздырып отырып, осылай пісірсеңіздер болады. Барлығын осылай қызартып пісіріп аламыз. Тек міндетті түрде осы араластырып тұрыңыздар, барлық жағы бірдей әдемі болып пісу үшін. Достар, міне мен барлығын пісіріп болдым. Осындай әдемі ши бауырсақтар шықты. Өте дәмді, қарапайым. Сізге ұнаса, астына лайк, комментарий жазып қойдым. Ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.